Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тапсырысқа жасайтын керемет ұйғыр самсасын жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнға маргаринді салып, жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаның сары уызын және 1 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қаймағымызды саламыз, оның үстіне суымызды құямыз және тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Мөлшерін мен төменде жазып қалдырдым. Қолымызбен жақсылап араластырып, қамыр илеп, дайын болған қамырымызды пакетке салып, 1 сағат 40 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, өте жұқа етіп жаямыз. Барынша қамырымыз жұқа болса, қатпарлы болып шығады. Оның үстіне майды ерітіп жағамыз. Барлық бөлігіне жағып, осылай рулет сияқты етіп ораймыз. Орап болып, тағы да тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындап алайық. Мен асқабақпен дайындадым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырларымызды барлығын 40 граммнан бөліп шығамыз. Сонда самсаларымыздың формасы біркелкі болып шығады. Өте жұқа етіп те жаймаймыз, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер де болады. Мен сіздерге қазіргі сатылымда жүрген хит самсаның түйу үлгісін көрсеттім. Барлығын шетін біріктіріп алып, осылай түйіп шығасыздар. Оның үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығасыздар, барлық жеріне тигізіп, және үстіне кунжут сеуіп шығасыздар. Міне біздің хит самсаларымыз, сатылымда жүрген самсаларымыз дайын болды. Қатпарлы болып шығады. Мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлығыңызға ас болсын.